Сәлем қыздар, сіздермен бүгін осындай үлпілдек жұмсақ бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Ол үшін менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы суымызға жылы сүтімізді құямыз. Қантымызды саламыз. Араластырып жібереміз. 1 шай қасық тұз саламыз. Екі шай қасық ашытқы саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамызды саламыз үстінен. Майонезімізді саламыз. Және бөлме температурасындағы сары май немесе маргаринді салып, 1 келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз. Ұнның мөлшерін көзбен өлшеп, жұмсақ қамыр болғанша салып, илеп аламыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, бірақ жұмсақ болуы қажет. Міне осындай болады. Енді бетін салафанмен жауып, сыртын орап, 30 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз ашып болды. Енді зуалаларға бөліп, осы уақытта майымызды қыздырып қоямыз. Міне менде осындай үлкен 3 зуала шықты. Қатты жұқа етіп жаймаймыз қыздар. Орташа етіп жаямыз. Осындай ойғыштың көмегімен домалақтап ойып аламыз. Қалауыңызша кессеңіз де болады. Міне осылай ойып болған соң 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Қызып тұрған майда осылай пісіріп аламыз. Міне біздің сап-сары үлпілдек бауырсақтарымыз дайын болып шықты. Қыздар, видео ұнаса, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Толық рецепті астына описанияға қалдырып кетемін. Баршаңызға ас болсын.